Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 9 сәуір күніне болжам. Бүгінгі күнде феншуй бойынша ақшалы шаш қидыру күні. Өзіміз қиылмаймыз. Хотя бы үшін бір 5 сантиметр, 3 сантиметр қылып қырқсаңыздар да, сізге жақсы ойлайтын, либо шаштарыңызға қырықтырсаңыз, қанша сома ақша керек, соны ойлап отырыңыздар, Енді бүгінгі күнде металл иін, земля иін белгісі ақша шығаратын күндеріңіз. Феншуй білім алуға өте жақсы күн. Бірақ металл иінге ашуланбаймыз, айтпақшы, соны айтып жіберейінші. Бүгін негізі барлық адамға феншуймен айналысқа жақсы, білім алуға айналысқа жақсы, және қасқырды асырайтын 2 аяғы дейді, 4 аяғы. Қасқырды асырайтын аяғы. Дәл солай бізге де бүгін 2 аяғымыз аман болсын. Көмек сұрайтын жерге жұмыстан ба, не әйтеуір 2 аяқпен жүгіріп, көмек те сұраңыз, тірліктеріңізді жасаңыздар, бүгін шусыр болу керек. Сол кезде кейін ақша келуі мүмкін. Бары жылқы, ит, жылы туылған. Егер де бадзи картаңызды білсеңіз, осы күнде туылған болсаңыз, атша шапқылайтын күндеріңіз, бүгін либо жол жүрулеріңіз мүмкін. Сентябрь айында туылсаңыз, октябрьдің 7-сіне дейін бүгін дәрігерге көрінуге жақсы, бады ішкенге жақсы, денсаулыққа қараған жақсы күн бүгінгі күнде. Қой жылы, қой күнінде туылғандар бүгін әдемісіздер, бойдақ болсаңыздар танысыңыздар, егер де заттарыңыз болса, бүгін шығарыңыздар, бүгін сіз тыңдайды, сіз әдемісіз.